Сәлеметсіңдер ме ұлдар? Бүгінгі біздің сынып сағатымыздың тақырыбы жасөспірімдер арасындағы құқық бұзушылық. Компьютерге назар салайық. Слайдты қосам қазір. Құқық бұзушылықтың түрлері. Құқық бұзушылық дегеніміз не? Ол міндеттер, нормасын бұзатын заңға қайшы іс-әрекеттер деп атаймыз. Құқық бұзушылықтың 4 түрі болады: тәртіптік, азаматтық құқықтық, әкімшілік және қылмыстық. Әр біреуіне тоқтала кетсек, тәртіптік құқық бұзушылық дегеніміз бұл оқу орындары, яғни бізде колледжде, әскери бөлімдерде, мекемелер бекіткен оқу еңбек әскери тәртіпті бұзу, мысалға, сабаққа кешігу, сабақта сөйлеу, мұғалімге қарсы келу. Тәртіптік жазалауға не жатады? Ескерту, сөгіс және жұмыстан шығару. Енді бізде жұмыстан шығару емес, бізде колледж болғасын, бізде оқудан шығару болып келеді. Оның құжаттамаларына не жатады? Еңбек кодексі, ішкі тәртіп ережесі. Ол ішкі тәртіп ережелерімен сендер бірінші қыркүйек күні таныс болғансыңдар, протокол жазылып, қолдарын жиналған. Мектеп жарғысы, бізде колледж жарғысы болады, және әскери жарғы. Азаматтық құқықтық құқық бұзушылық дегеніміз мүлік саласында және соларға қатысты жеке мүліктік емес, қарым-қатынастарды және міндеттерді орындамау немесе өз деңгейінде орындамау құқықтық мөлшерін бұзу деп айтамыз. Сапасыз тауарды сату, уақытылы қарызды төлемеу, келісім шартты бұзу, ар мен абыройды соқтығу, балағаттау, жаман сөздер айту. Бұл жердің құжаттамасы азаматтық кодекс болып саналады. Жазасы ақы төлеу, штраф деп айталамыз, қысқаша айтқанда, шығынның орнын толтыру, возмещение ущерба, қысқаша өздерінің белгілі айтылып жүргенде. Моральдық шығынға өтем төлеу, ол моральное возмещение убытков. Жауапкершілік толығымен 18 жастан басталады. Кейбір заң баптарында 14 жастан басталады. Әкімшілдік құқық бұзушылық. Жеке және заңды тұлғаның заңға қайшы іс-әрекеттері үшін әкімшілік құқық бұзушылықтар туралы тағайындалған әкімшілік жауапкершіліктер. Ұсақ ұрлық, ұсақ тәртіп бұзушылық, жолда жүру ережесін бұзу, қоғамдық орындарда психологиялық белсендіргіш заттарды пайдалану. Әкімшілдік жаза, әкімшілдік ақы төлеу, штраф және әкімшілдік қамау. 14 күнге дейін қамайды, білесіңдер оны. Оның құжаттамаларына әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодекс жатады. Бұл әкімшілдік жауапкершілік 16 жастан, кейбір жерлерде психологиялық белсендіргіш пайдаланған 14 жастан басталады. Қылмыстық құқық бұзушылық, ол қылмыс деп есептеледі. Тыйым салынған қоғамға қауіпті іспен айналысу. Қылмыстық белгілер, ол қоғамдық қауіп, шындыққа қайшылық, өтірік айту, кінәлілік және қылмыстық жазалаушылық. Қылмыс дегеніміз не? Ол тонау, ақша жинау, тартып алу, лаңкестік іс, ұрлық, кісі өлтіру, нашақорлық заттар жасау, сақтау және сату. Бұл жердің құжаттамалары қылмыстық кодекс болып саналады. Толығымен 16 жастан, кейін кейбір кездерде іс-әрекет үшін 14 жастан басталады. Түсінікті ме, балалар? Иә. Барлығы түсінікті. Біздің колледжде қандай құқық бұзушылық болуы мүмкін? Кім айтып бере алады? Сабаққа кешігу, мұғалімге сөз қайтару, олардың бәрі жаңа. Сабақта орынсыз сөздер айту. Кешке қандай уақытта үйде болу керек?
Saat 8'de үйде болу керек. Тағы да? Қылмыстық кодекске не жатады? Адам өлтіру, Өлтіруден бастап. нашақорлық, Тонау, ақша жинау. Барлық. Басқа балалардан барып ақша жинау, иә? мгм. Неше жастан бастап жазаланады қылмыстық құқық бұзушылықтар? 16 жастан. бірақ кейбір жастан 14-тен басталады оған. Кейбір случайлар. Адам өлтіру. Жақсы. Енді экранға назар аударайық. Видео қосып берем. Қорытындысын маған айтып бересіңдер. Жылдар мекемеге дейік. Осы аптаны сондай ашық басты етедің ба? Естімейтім! Сен итім! Бергеш. Мынау маған сенбей тұр ма? Маған сенбей тұр. Камера қосылы ма? Кіші. Балалар ауруханада жатыр дейді. Жағдай ауыр дейді. Оған не дейсің? Жаңағы видеода пысық едің ғой. Неге үндемей қалдың? Сені спортсмен деп естідім. Қазақстан чемпионы екенсің. Солай ма? Енді не болатынын білесің бе? Бар, жинақтап жинағанды 1 минутта жоққа шығардым. Енді түрмеде шірейсің. Бұның маған сенбей тұр ма? Қылмыс жасағаны үшін кінәлі болып табылып, 5 жылға бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалады. Ал балалар, қандай қорытынды жасаймыз көрген видеодан? Бұл видео мұғалім жаңағыдай бопсалау туралы видеолар. Видео саналады. Бопсалау. Ақша тапсыру. Балаларды ұрмау керек. Ақша тапсырмау керек.
Әлімжеттік көрсетпеу керек. Негізі сендер ұлдар болғаннан кейін сендердің араларында болады ондайлар. Шын ғой. Білмеймін ол. Кім білмеймін деп отқан? Мен болмын. Бұны болдыртпауды білесіңдер. Бүкіл жерде кәр қылмыстық кодекстің бабы бойынша жазаланады. Жаңа өздерін оқыдыңдар, көрдіңдер 14 жастан бастап. Ақша жинау, бопсалау, ұру. Ұлдар болғаннан кейін араларында кикілжіңдер болады. Сондықтан бұны болдыртпау Әркім өзінің қолында. Иә, әр баланың өз қолында. Осы сендердің қорқақтықтарын емес, орысша айтқанда любой конфликтті шешу керек. Жұдырық ала жөнелмей. Түсінікті ма, балалар? Жақсы, әрші. Енді осы сабақтың қорытындысын Сейтқазы Айбек айтып берсеңіз. Аха, мұғалім. Мұғалімдарға сөз қайтармау керек, сабақтан кешікпеу керек, сосын ақша тапсырмау керек, ұрмау керек балаларды. Төбелеспеу керек. Дұрыс. Оның бәріне Қазақстанда заң бар, сол заң арқылы өз жазаңды өтейсің істеген ісің үшін. Дұрыс. Заңға қайшы іс-әрекеттер жасамау керек. Иә, дұрыс айтасың. Заңға қайшы іс-әрекеттер жасап керек емес. Әр құқық бұзушылық, білесіңдер, бізде УВД-да белгіленеді, учетқа қойылады, галочка қойылады, сондықтан сіздерде 2 жыл қалды, 2 жыл оқу бітіргеннен кейін сендер деп дегенді өтесіңдер. Бәрін білесіңдер ғой деп деген жерді. Көл сендердің документтерін дептен өткенде, егер сендер любой бір жасаған құқық бұзушылығындарын ол жерде белгіленіп тұрады. Сендер жұмысқа тұра алмайсыңдар. Тұра алмағаннан кейін сендер 4 жыл оқыған оқу ақысын ата-аналарын өтеу керек болады. Сондықтан құқықты бозбаймыз, тәртіпті азаматтар болып жүреміз. Түсінікті ғой? Жақсы, хорошо. Рахмет. Сынып сағатына қатысқандарына рахмет. Сау болыңдар.